Баршаларыңызға сәлем. Жасалу жолы өте оңай, ауызда еритін творожный печенье дайындайтын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға творог, бір жұмыртқамызды, жұмсақ сары майымызды, үстіне қантымызды қосып, жақсылап миксерлейміз, біркелкі массы болғанша. Енді електен өткен ұнның үстіне бір шай қасық қосқыш салып, құрғақ қоспамызды жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды жаңағы дайындаған творогымыздың үстіне барлығын салып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Енді қамырымызды жайып, печеньемізді дайындауға кірісеміз. Қамырды жұқа етіп жайып аламыз, артық жерлерін пышақтың көмегімен кесіп алып тастаймыз. Енді жұқа етіп жайып болған қамырымды дәл бейнедегідей бөліктерге бөліп кесіп аламын. Ортасына кез келген начинка салсаңыздар болады. Мен осындай деп вареный сгущенкасын қолдандым. Кез келген начинка де жарай береді. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Творожный печеньеміз пісіп шықты, бетіне қант ұнтағын сеуіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Сіздермен болған Гүлмира Темірхан. Аман сау болыңыздар.